Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыздың атауы қаржылық бақылаудың мәні, мағынасы және нысандары. Осы тақырып бойынша қарастыратын сұрақтарымыз ол: бірінші, нарықтық экономика жағдайында қаржылық бақылауды қайта құру; екінші, қаржылық бақылаудың түрлері мен нысандары, мемлекеттік, ведомстволық, сыртқы; үшінші, қаржылық бақылаудың нұсқалары, толық, ішінара, күрделі, тақырыптық, үздіксіз, таңдамалы, құжаттық; және төртінші сұрағымыз бақылау, ревизия және аудит, олардың ерекшеліктері. Мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесі мемлекеттік биліктің ажырамас бөлігі болып табылады. Оның тиімділігін арттыру, қаржы, бюджет және салық тәртібін нығайтуға ықпал етеді. Қазіргі проблемаларды шешу және дамудың перспективалық бағыттарын айқындау арқылы мемлекеттік қаржылық бақылаудың тиімді жүйесін қалыптастыру біздің еліміздің өзекті міндеттерінің бірі болып табылады. Кез келген мемлекеттік қаржылық бақылауының негізгі мақсаты мемлекеттік қаржы ресурстарын басқарудың тиімділігін арттыру, оның ішінде мемлекеттік қаражатты пайдаланудың артықшылығын қамтамасыз ету, ашықтылығын қамтамасыз ету және қаржылық тәртіпті жақсарту арқылы арттыру болып табылады. Бұл үшін мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесі тиімді болуға тиіс. Мемлекеттің бақылау функциясы басқару функциясының ажырамас бөлігі. Соңғысы басқалармен қатар өз қызметін құқықтық қамтамасыз ету, яғни қоғамдық қатынастардың барлық салаларын реттеу үшін әртүрлі нормативтік құқықтық актілерді шығару болып табылады. Мемлекеттің бақылау функциясы мемлекет уәкілеттілік берген органдар арқылы жүзеге асырады. Қоғамдық тәртіпті, мысалға, ішкі бақылау, ішкі істер органдарына жүктелген болса, қоршаған ортаның жағдайын, яғни жай-күйін, қоршаған ортаны қорғау органдарына және тағы басқаларына жүктеледі. Мемлекеттік қаржылық бақылау деп аталатын мемлекеттік бюджеттің атқарылуын бақылау мемлекеттік қаржылық бақылау органдарына жүктеледі. Қазақстан Республикасының бюджеттік кодексінде мемлекеттік қаржылық бақылаудың мынадай ұғымы берілген. Мемлекеттік қаржылық бақылау объектілерінің бұзушылықтарды анықтау, жою және оларға жол бермеу мақсатында Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасын сақтауын тексеру және талдау арқылы жүзеге асырады. Сонымен, жоғарыда айтылғандардың негізінде келесідей қорытынды жасауға болады. Біріншіден, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын бақылау мемлекеттің айрықша құзыреті. Екіншіден, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын бақылауды арнаулы органдарға, мемлекеттік қаржылық бақылау органдарына жүктейді. Үшіншіден, мемлекеттік қаржылық бақылау объектілерінің Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасын сақтауын тексереді. Төртіншіден, тексеру мен талдау мемлекеттік қаржылық бақылаудың негізгі әдістері болып табылады. Бесіншіден, мемлекеттік қаржылық бақылау арқылы мемлекет бұзушылықтарды анықтау, жою және оларға жол бермеу мақсаттарын көздейді. Қазақстан Республикасының 2015 жылы 12 қарашасында қабылданған мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау заңына сәйкес, қаржылық бақылау дегеніміз бұл мемлекеттік аудит барысында анықталған бұзушылықтарды жоюға бағытталған қызмет. Сәйкесінше, мемлекеттік аудит дегеніміз ол тәуекелдерді басқару жүйесіне негізделген бюджеттік қаражатты, мемлекеттік аудит объектілерінің активтерін, байланысты гранттарды, мемлекеттік және мемлекеттік кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерімен, оның ішінде бюджетті атқаруға байланысты басқа да қызметпен тартылған қарыздарды басқару және пайдалану тиімділігін талдау, бағалау және тексеру. Қаржылық бақылауды жүзеге асыратын субъектілеріне байланысты қаржылық бақылауды келесі түрлерге бөлуге болады. Мемлекеттік, шаруашылық-ішілік, қоғамдық және тәуелсіз аудиторлық деп. Мемлекеттік қаржылық бақылау жалпы мемлекеттік және ведомстволық бақылау арқылы жүзеге асырылып отырады. Мемлекеттік қаржылық бақылауды мемлекеттік билік және басқару органдары жүзеге асырады.
Ол ведомстволық бағыныстылығына қарамастан бақылауға жататын объектілерге бағытталған. Шаруашылық ішілік қаржылық бақылауды кәсіпорындардың, ұйымдар мен мекемелердің экономикалық қызметтері, яғни ішкі бухгалтериясы, ішкі қаржы бөлімдері және басқа да бөлімдер жүзеге асырады. Ал қоғамдық және тәуелсіздік аудиторлықты қоғамдық қаржылық бақылауды топтар, жекелеген немесе жеке тұлғалар, мамандар, тәуелсіз аудиторлық компаниялар жүргізіп отырады. Олар еріктілік және өтемпаздық негізінде жұмыстарын жүргізіп отырады. Тәуелсіз қаржылық бақылауды мамандандырылған аудиторлық фирмалар мен қызметтер жүзеге асырады. Сонымен қатар қаржылық талдауды қаржылық қызмет салалары бойынша келесідей бөлуге болады. Бюджеттік қаржылық бақылау, салықтық бақылау, валюталық бақылау, несиелік, сақтандыру, инвестициялық және ақша массасын бақылау. Мемлекеттік қаржылық бақылаудың объектілері болып келесі тұлғалар саналады. Ол мемлекеттік органдар, мемлекеттік заңды тұлғалар, мемлекеттік емес заңды тұлғалар және азаматтар. Мемлекеттік емес заңды тұлғалар мен азаматтар ең алдымен олардың мемлекет алдындағы қаржылық міндеттемелерін орындауын тексеру тұрғысынан мемлекеттік қаржылық бақылаудың объектісі болып табылады. Оның ішінде салықтарды төлеу бойынша міндеттемелер негізгі орын алады. Тексеру осы субъектілердің қаржы заңнамасының нұсқамаларын орындау тұрғысынан, яғни заңдылықты сақтау тұрғысынан жүзеге асырылады. Ал мемлекеттік заңды тұлғалар, кәсіпорындар, яғни олар тек заңдылық қана емес, сонымен бірге меншік нысаны бойынша әрдайым мемлекеттік болып табылатын ақша қаражаттарын жұмсаудың ұтымдылығы, сондай-ақ олардың қаржылық тиімділігі тұрғысынан жалпы іс жүргізу тұрғысынан тексеріліп отырады. Ал мемлекеттік органдар, олар өздеріне жүктелген мемлекеттік қаржы органдарының функцияларын қаншалықты дұрыс және тиімді орындайтыны тұрғысынан тексеріліп отырады. Сонымен қатар қаржылық бақылауды жүргізу нысандары бойынша да жүзеге асыру уақытына қарай жіктейміз. Алдын ала, ағымдағы, келесі деп. Алдын ала қаржылық бақылау жүргізу ол қаржылық жоспар орындалмас бұрын алдын ала жүргізілетін бақылау. Ағымдағы ол қаржылық жоспардың орындалу барысында, сол орындалу кезеңінде жүргізілетін бақылау. Ал келесі бұл сол қаржылық жоспар орындалып болғаннан кейін, қаржылық есептемелер құрылып болғаннан кейінгі өткізілетін бақылау. Қаржылық бақылауды, яғни оны жүргізуді жүзеге асырудың тәсілдері мен әдістері бойынша оларды келесідей бөлуге болады. Тексерулер, ревизия, қадағалау, қаржылық қызметті талдау, аудит және бақылау, яғни мониторинг. Тексеру, есеп беру, баланстық және шығыс құжаттарының негізінде қаржылық шаруашылық қызметінің жекелеген мәселелері бойынша жүргізіледі және қаржылық тәртіптің бұзылуы анықталады, олардың теріс салдарын жою бойынша іс шаралар белгіленеді. Зерттеу кезінде кәсіпорындар, ұйымдар, мекемелер қызметтің жекелеген аспектілерін қамтиды зерттеу. Бірақ тексерулерден айырмашылығы көрсеткіштердің неғұрлым кең ауқымы бойынша және шаруашылық органдарының қаржылық жағдайын, олардың даму перспективаларын, өндірісті қайта ұйымдастыру немесе қайта бағдарлау қажеттілігін анықтайды. Зерттеу кезінде сауалнамалар мен сұраулар жүргізіліп отырады. Келесі бұл қаржылық бақылау әдісі ретінде талдау. Ол жүйелі және факторлық болу керек. Ол мерзімді және жылдық есеп бойынша жүзеге асырылады. Жоспардың орындалу деңгейі, қаражатты жұмсау нормаларының сақталуы, қаржылық тәртіп сияқты тағы да басқа көрсеткіштер анықталады. Ревизия бұл қаржылық бақылаудың маңызды әдістерінің бірі болып табылады және есептік кезеңдегі кәсіпорындардың, ұйымдардың қаржы шаруашылық қызметін тексеруді білдіреді.
Нысанға байланысты ревизия толық, ішінара, тақырыптық және күрделі болып бөлінеді. Бұл жағдайда олар жоспарлы және жоспардан тыс болуы мүмкін. Ревизия процесінде деректерді қамту дәрежесіне сәйкес барлық құжаттар мен материалдық құндылықтар бақыланатын және іріктелген кезде үздіксіз тексерулер жүзеге асырылады. Олардың мәні құжаттардың бір бөлігін бақылау болып табылады. Негізінде ревизия жүргізілетін материалдардың сипаты бойынша олар құжаттық және нақты болып бөлінеді. Құжаттық ол есептік құжаттар мен есепке алу тіркелімдеріндегі жазбалардың түпнұсқалығын тексеру болса, ал нақты дегеніміз бұл заттай ақша, қаражат пен материалдық құндылықтардың нақты бар болуын тексеру. Қаржылық бақылаудың келесі әдісі ол қадағалау. Қадағалауды бақылаушы органдар қаржылық қызметтің қандай да бір түріне лицензия алған экономикалық субъектілерге жүргізеді және олардың белгіленген ережелер мен нормативтерді сақтауын көздейді. Бақылау, яғни наблюдениеде, несие ұйымдар тарапынан берілген несиенің пайдаланылуын және клиент кәсіпорынның қаржылық жағдайын тұрақты бақылау. Алынған несиені тиімсіз пайдалану мен төлем қабілетінің төмендеуі кредит беру шарттарының қаталдануына, несиені мерзімінен бұрын қайтаруды талап етуге әкеліп соқтыруы мүмкін. Мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың негізгі қағидалары ол бірінші тәуелсіздік. Мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылауды жүргізу кезінде аудит пен сол бақылау органдарының тәуелсіздігіне қол сұғатын араласуға жол бермеу керек. Яғни басты қағидасы аудит жүргізетін және бақылау жүргізетін органдарының басшылығы мен мысалға сол тексеру жүргізілетін кәсіпорынның арасында туыстық қатынастар болмау керек, немесе қандай да бір тексеру жүргізу барысында жаңа басшылық немесе қандай да бір сол кәсіпорынның қызметкерлері тарапынан келген ұсыныстар, болмаса олардың сұрау бойынша қандай да бір өзгертулер, қателер енгізуге жол берілмейді. Яғни ең басты қағидасы ол мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылауды жүргізетін органдардың қызметкерлерінің олар тәуелсіздік қағидасы. Екінші объективтілік. Ол Қазақстан Республикасының заңнамасына, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізумен олардың объективті тәсілді қолдануы және мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау жүргізу кезіндегі мүдделер қақтығысын болғызбау. Үшінші, кәсіби құзыреттілік. Яғни мемлекеттік аудиторларда білікті және сапалы мемлекеттік аудит пен бақылау жүргізуді, мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау стандарттарының, кәсіби әдеп қағидаларының сақталуын, сондай-ақ кәсіби борыштың орындалуын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қажетті білім мен дағдылардың болуы. Келесі төртінші ол құпиялылық. Яғни Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау өткізетін органдар сол аудит пен қаржылық бақылау барысында өздері тексеру барысында алған мәліметтер бойынша немесе сол кезде өздері жасайтын құжаттардың ішіндегі мәліметтерді үшінші тұлғаға беруге немесе ол мәліметтерді ауызша жария етуге құқықтары жоқ. Яғни осы аудит пен қаржылық бақылауды жүргізу органдарының жұмыскерлері құпиялықты сақтау қажет. Бесінші, анықтылық. Мемлекеттік аудит нәтижелерінің аудиторлық дәлелдемелерімен растау. Алтыншы, ашықтық. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелерін баяндаудың айқындығы. Жетінші әдіс, жариялылық. Яғни құпиялылық режимінің қызметтік коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияның қамтамасыз етілуін ескере отырып, мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау нәтижелерін бұқаралық ақпарат көздеріне, ақпарат құралдарына жариялау. Сегізінші әдіс, мемлекеттік аудит нәтижелерін өзара тану.
Яғни, мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау стандарттары сақталған жағдайда, мемлекеттік аудит және бақылау органдарының осы органдардың мемлекеттік аудит нәтижелерін тануы. Дәріс осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.